Әлия Молдағұлова 1925 жылдың 15 маусымда Ақтөбе облысы Қобда ауданы Бұлақ ауылында дүниеге келген. Оның шын есімі Білия Нұрмұхаметқызы Сарқұлова. 6 жасында жетім қалған. Әлияның нағашы Әубәкір Молдағұлов асырайды. Әлияның әкесі Нұрмұхамет Сарқұлов байдың баласы болғаны үшін көп құдаланған. Сол себепті қызының нағашыларының фамилиясына өтуін өзі қалаған. Сөйтіп Әлия Молдағұлова болған. Әлия өз өтініші бойынша 17 жасында 1943 жылдың тамыз айында майданға аттанды. Қазақстанның батыр қызы 1944 жылы 14 қаңтарда фашист офицері қолынан қаза тапты. Ол Новоскольник ауданында жерленген. КСРО жоғарғы кеңес төралқасының жарлығымен 1944 жылы 4 маусымда Әлия Молдағұловаға қайтыс болғаннан кейін Кеңес одағының батыры атағы беріліп, және Ленин орденімен марапатталды. Кестені оюлап тігетін саусақтарым, күннің күнде мылтық шүртпесін баса-баса сөйленеді деп кім ойлаған? Қобданың суында еркелеп жүзіп, бақытты күндерімді соғыс ұрлайды деп кім ойлаған? Шыбынды шүпірекпен қуып жүріп, өлтіруге қимайтын ет жүрегім. Қорғасын боп, оққа айналады деп кім ойлаған? Қолым менің қанға малынды. Бірақ мен адам өлтірген жоқпын. Адам кейпін жамылған хайуанды көздедім. Фашизмге де оқ аттым. Бәрі де жеңіс үшін, болашақ үшін, отан үшін. Ұлы жеңіске мың